Мам. Жақсы, мам. Хабарласып тұрамыз ғой. О, Жезуш, кілт тастап кететін жарсың. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкумассалам. Кіруге бола ма? Жоқ, сол жерде тұра берсең де зор ғой негізі. Неге? Кіріп қойған екен, кіруге бола ма деген четкий сұрақ екен дедім. Кел. Бір есікті бір майлайтын жеріне келіп қойған екенсіздер а? Сон. Істеп қой деймін, жейшеңе істемейді. Мен сіз көп естимін даға. Сол жұрттың бәрі сізді әлемі мықты деп соны ойлап жүрген, бір бару керек еді деп. Үлкен кісі ма десем, жап-жас екенсіз ғой кәдімгі. Не мәселе? Не мәселе болғанда енді отбасылық мәселе ғой сол. Әйелін көтермей жүрме. Гинеколог боласыз ба? Жоқ, не бірден одан бастадыңыз? Енді просто айтып атқаным ғой. Қайда барамыз енді? Білмеймін, көреміз ғой. Қалай сонда білмеймін? Квартира тапқан жоқсың ба не сонда? Жоқ, таппадым. Немене жетісіп кетіп қалдық онда? Бір мәнісі болар, табылар қазір, қойшы болды. Осы бар ғой, өркөкіректің түбіңе жетіп тынатын болды осы сенің. Айналайын, өзім бір түрлі отырым, қойшы. Хотя бір күн қанымды ішпей қой отырш, ақшаңды берейін. Қандай ақша сенде? Ақшаң бар ма еді өзі? Адам сияқты жұмыс істе, таксовать етте, мамам машина алып берді. Жоқ, онда істеген жоқсың. Енді отырмыз мына жақта, төрт құласы тең адам құсап, сен әңгіме айтып отырсың. Жалаң аяқ болып қалдық қой далада. Түсіп қашы, баре. Кетші бар, миды ашта бермей. Айтып отқан әңгімесін түрін қара еще. Түрінің қарамайым мен, түсіп қаш бар. Түсең түсесің. Не бол? Соған бол, настроениеңіз түсіп жатыр ма? Күйеуі дұшпан дейтін едіңіз ғой? Жақсылығыңызды түсінбей кетті ғой, мама. Ой, айта бермеш олай жаман нәрсе. Дұрыс қой, енді өздерімен өздері бөлек шыққандары. Мама, сіз неғып настроениеңіз түсіріп отырсыз? Келеді ғой екеуі қонақ болып еге. Адамның көңілі бір атым Насыбайдан қалады деген. Сол күйеу баланы мен жеп көргеннен тиісіп жүр дейсіңдер ме? Насыбай нес? Тұңғыш қызымның болашағын ойлаймын да. Ол күйеу балада менің бір ұлымдай болып кетіп еді. Сіз қимай отырсыз ба? Жездеме әбден бауыр басып қойған екенсіздер. Машинасында алып бердім, ақша тапсын деп. Ал ол болса тастап кетті. Дұрыс қой, соған бермекшісіз бе енді? Өзім айдеймін, өзім. Болмаса сат жерем да. Тиіспе машинаға. Кілтті апарда бөлмеме апарып қойып қой. Қолыңның ұшы да тимесін. Ой, бопты мама, жездемізге бергенде маған мінгізбейсіздер ма? Менің бір қадірім жоқ қой бұл үйде. Кеттім. Сондайды. Болады дейін уайымдама. Мейлі ол, бірақ шынымды айтсам, үйде күнде ұрыс керіс берекеміз кетті. Ана келініңіз мені тыңдамайды. Оны ажыраса салсай? Сіз кішкене бір-бірін тыңдаңдар, сыйлаңдар, әлі бәрі жақсы болып кетеді деп айтпайсыз ба сонда ештеңе? Өзің бәрі біліп тұр екенсің ғой.
Жоқ, маған таң қалам, бәрі біліп тұрып осы жастар не үшін күлесіңдер маған? Сен бейтінім. Сен келіншегің көңіл бөл. Бәрі жақсы болады. той көңіл бөліп жатырық, а? Қалай бөліп отырсың? Кәдімгідей бөліп жатырық та. Особенно түнде де бөліп жатырмын. Ей, сорлау. Түндесін дейсіз? Әйелге көңіл бөлу деген ол түнде көңіл бөліп, тірлігін бітіргеннен кейін теріс қарап ұйықтап қалу емес. Әйел білесің ба? Құлағымен жақсы көреді. Әйел деген ол жаратылысы бөлек. Әйелдерге жақсы сөз айту керек. Жаным, күнім деп еркелет. Тамақ істесе, тәтті болмаса да, сенен асқан бұл әлемде мықты тамақ жасайтын адам жоқ деп, тамағың күшті болып деп мақтай сал. Әйел деген марқаят, сол сөзге семіреді. Сосын сенің көңілінен шығуға тырысады. Саған деген махаббат ұлғаяды. Вот, көрдің бе? Мәселе қайда жатыр. Мынам бәрін дұрыс айтып жатсыз енді. Бірақ сонда да жалқау ма негізі бірдеңеше. Ұйықтай береді да. Оның үстіне ана пісірген тамақтары да онша дәмді емес та. Сосын оған ұрыс болғанда кім көрсасын, сөйтіп басталып кетіп отыр. Міне, осының бәрі сенің кесірің. Бәрі сенің кесірің. Сен көңіл бөлмейсің. Сен бейтінім. Әңгіме қысқасы, келіншегіңе көңіл бөл. Бүгіннен бастап. Сосын бар қоя, мен айтқанымды істейтін болсаң, мына әлемде сенің әйелінен асқан әйел болмайды. Точно ма? Ой, гарантия. Болдың да. Бар. Әрі кетіп қыла берейін. Жұмысын жаса. Інім? Қауы. Жақсы, рахмет. Жолың болсын. Бауырым болмайды дедім ғой. Болмайды. Брат, көріп тұрсың, өзіміз жас семьямыз. Берші 60-ға. Алпыс несі бауырым. Қалада кәз, квартира таппайсың 60-ға ше. Әрі кетсе бір қора таппасан. Сенікі де қора сияқты ғой. Ал? Сенікі де қора сияқты ғой деймін. Не үшін қора менікі? Қараса өзің унитазың бұзылып қалған, душыңна ыстық су ақпайды, кухняңмен жататын жерің екеуі бір бөлмеде, еще балкон жоқ, әлде қандай 100 мың дейсің соң. Қарындас, ұнамаса бар өзіне ұнайтын квартира тауып ал, түсіндің ба? Өйтіп ашуланып тұрмаймын маған. Брат, ренжемеші, тоқташы. Өз білесің ғой, ашуланып тұрады, бұлар айына бір рет ше. Көңілге алмай қойшы, берші 60-ға. Артына қарап ашуланбай ма? Не, өзің жоқ мінезін көрсетіп тұр ма? Бермеймін ғой, кеттім. Арты деңіз. Тоқташы, брат, бересі ше 60-ға. Бере сағанда тура келмейді бауырым. Вообще бермеймін, қойшы. Сен не ойлайсың? Квартира беретін жердің бәрінде сен жүресің ба? Риэлтормын ғой мен, брат. Қалада бүкіл квартираға мен қарап жатырмын ғой кәз. Әйелің ғой өзі анау мынау деп кеткенше беруге болады еді негізі. Оттамадың ба? Оттамадың ба? Кіріп төбелес анамен барып. Немене әлде қандай қып тұр болмайтын квартирасын. Кісі болмай қойшы, болмайтын деп. Бәрі қымбат қой. Бүкіл зат қымбат қой. Мынаған бар ғой, 100 мың теңге төлеп тұрғанша көшеде қонғаным артық мен. Көшеде қон бар. Мәз боласың көшеде қонсан. Саледный бомж болып жүреміз да. Осыны былай алдын ала ұйымдастырып, дайындап қоятын адамсың ғой өзіңде. Мені қасыңа алып, салпақтатып әуре қылмай. Пысық емессің ғой сен де бір. Сен өмірдің ащысы мен тұщысын көрсін деп әдейі алып жүрмін ғой мен сен. Білмейсің не анау-мынау негізі. Не деген бітпейтін ащылы ол қайта-қайта. Бітпейді ол, жүр. Тұзы көп та. Давайте, жігіттер, тез-тез жуайық, наерт жинайық тез-тез. Не қылдың сен? 3 сағат болды жуып отқанына, босай тез-тез. Енді 3 қайтара жуыпса, клиенттің ризашылығын алайсы отқан ма? Клиенттің ризашылығын алғанша, ата-ананың ризашылығын алсайсың, не қыласың? Ондай болдың сені? Әзілдеп қоятының бар арасында. Әзіл ма? Сал көтім жымиды бірақ. Ол көтпен жымаймай, түрмен жымайып үйренсейсің. Айтпақшы жаңа бір клиент маған бір тиын тебен тастап кетіп еді, алып ұмытып кеттім ол. Ол ұмытқан жоқ, оны чиви дейді. Не ол чиви деген? Чиви деген ол киви деген сияқты ғой. Да қоясың жаңа. Сен өз туылғаным осындайсың ба, әлде сәл өсе келе бір түрлі қалдың ба? Ойнап жатырмын. Чиви деген ол клиенттің саған деген ризашылығы ғой. Қойшы, ризашылығы ма? Братан қайтса менің атымнан тағы бір чиви деп. Болды, ойнай берме, ар жақтан машина көп, тез-тез жуып кеттік, анау үстіне кірсейік. Бәсі, кірпішін жауап шеш.
ертең сәл үйреніп алайыншы, білет. Инелік қуамы тракмен қуалап жүрмасам сен. Ой, мамашкада әлде қандай қылмын, кілтін бермей, есігін отверкамен ашып, отверкамен оталдырып аламын, мұна да бұйды. Қалай жағдай, оу? Оу? Не болды? Жайсық бар ма? Жоқ, подружкаң кетіп қалды ғой. Қа кетіп қалды, бір жаққа шығып кетті ма? Сен естімедің ба? Пленнен босаттық қой, пленнен. Плен деген не, сен түсінбедің, не ол? Короче, ана әпшешке екеуі кетті ғой, бөлек шығамыз, анау мынау деп. Қой, өз шығып кетті ма не? Олар үй тапқаны жоқ қой әлі? Білмеймін ғой, кәдімгі үй бар адамыз ғой, жездіға тоңқылдап кетті ғой анау. Қой, кетіп қалды десе. Кетіп қалды. Бопты ондай бір отверк сұрасам ба десе, білмейсің ғой бірақ, а? Давай. Сәлем айт едігілер. Пішту. Что там, брат, квартираны көрдің, сағат сутка? Сағат суткасынес, біз біраз қалсақ па дегенбіз ғой негізі. Біразға? Палуан біразға шабам деп қойса, я? Шапқан несі? Қанша қаласың енді? Бір 3-4 айға ма аламыз ғой, Құдай қаласа. Қой. Иә. Қызың ба, брат? Жоқ, әйелім ғой. Әйелің ба? Әйелің десе? Әйелің болса 150 мың ғой, брат. 150 мың? Однокомнатный 150 мың ба? Бір комнат. Сен жынды болып қалғансың ба? Не болды? Бір бөлмені 150 мыңға берген қаяқтан көрдің Шымкентте? Или умный дом ба? Или ішінде дайын служанкалар жүре ма? Барлық жағдайын жасап. Короче, кетші бар. Құрсаң қарай? Кет бар. Амайдана квартираң. Кеттіге жер. Есі тұрса адам қыз әкеледі бұл жерге. Еще сауға мұна перегарда жоқ. Қуама бір. Інім мынаны не істеп тастағасын? Жуып тастағын ғой, братан, зор ма? Қалай? Мына дұрыс жуылма, мен ақшасын төлемеймін. Дұрыс жуылмаса, братан, күтет қойшы сен, біраз жуып беремін қайт. Зор оқылады. Жоқ ой, керек емес, маған старший чағыршы. Старший шақыру керек па? Бәкір. Бәкір. Шақырып отыр ма? Салам алейкум. Старший шақыру керек. Старший чағыршы? Мен ғой старший, айта бер, не ол? Мен мынаны дұрыс төлемеймін, мына жөн жумаған. Қалай жөн жумаған? Нап нормально тұр ғой, брат. Берсей балдардың ақшасын жемей. Жоқ, мен бермеймін мынаны, вообще жумайын. Бауырым, мына мойкаға кеп, ешкім ақша тастамай кетпеген. Надо будет тастатқызы қоярым мен саған, түсіндің ба? Сен... Қалай зор оқылды ма? Қақтан алар? Қашып кетті ма? Қашқан жоқ, бірақ кетіп қалды. Бірақ кеткенде де асықпай кетті да. Чортсың ғой. Жабылмайсың ба? Өздерің әдем ерек тұндыр ғой, не деп жабылып? Пайде ақ қоюға болады ше. Үлгер амай қалдың да. Мұржам ғой ата-анан ше. Сенің мұржам деген бұрысы ниетіңмен жүрегің болып тұр ғой. Физикаң кеселдеп тұр ғой сен. Жоқ ей, тауып алам мен ананы. Номерін жаттап алма, тауып алып, басқаша сөйлесем мен олармен. Біткен жоқ. Бір жерде телевизор қосылып кеттім да, ал. Не деген сөздер ма? Қош сен. Ван Дамның сөздері болады ғой. Звондасам бармай жатыр. Екеуіне де звондап көрдің ба? Иә. Квартира таппай жүрген шығар әлі. Солай шығар. Бір хабарын берсе болар еді, хотя бы. Тып-тыныш отыра берсе болар еді ғой осы үйде. Енді мама, үйде жүрген кезде кетуге қашан әрекет жасайсыңдар деп жүредіңіз ғой. Енді не болды? Сонда да. Не болды енді ал? Адамды уайымдатып. На отсыны? Төлегенімді күтіп отырмын. Төлеген келмеді ма? Жоқ, что-то кешігіп жатыр. Қандай төлеген айтасың? Ой, жаным, ақылды. Төлегенім ғой менің. Жаным сол жұмыс істеп шаршап жүр өзі. Сен кәдімгі аузыңнан жақсы сөз шығатын болды ғой, не істеймін, бір шыбық сындырайын ба, әлде тал сындырайын ба сен үшін? Жоқ, жаным. Әлде бірдеңе сұрайын деп тұрсың ба сен? Жоқ, жаным. Қараш жұмыс істеп шаршап тұр. Жарасады өзің жұмыс істеген. Сен кәдімгі жарасады деп киім сияқты айттың ғой, жұмысты. На отырсын, кетті оны, үйге тамақ шығайық. Жан, мороженое жегім кеп тұр. Айттың ғой, қайдан ғана айтып қалды дедім, жақсы сөздерді. Нағыласың мороженеде? Жоқ, енді мен сенен шуба сұрап тұрған жоқпын ғой, бір мороженое ғой. Шубаны нағыласың, қыстау жаурамайды адамсың ғой. Бопты, қандай мороженое? Андай, рожок ше? Рожок.
Сондай алыш. Бирөө жететін тен. Жоқ, 4-еу алыш. Нағаласын 4-тен көршілерге таратасың ба? Жоқ, өзім жейм. Бопты қазір. Аш, бүкіл тапқан табысын құртатын болды қосақ. Аллам, мынадан артылып басқа да керек заттарыма жететін ақша табуға нәсіп ете көрші. Сезім. Сезім. Маған ренжіп отырсың ба? Жоқ. Ренжімеш маған, Мен шынымен бұлай болады деп ойламадым. Сен далада қалдырам деп те ойлаған жоқ. Ертең Құдай қаласа, квартира табам, сосын екеуміз сол жерге көшеміз. Қайда? Ертең күніміз не болады екен? Бәрі нормально болады, уайымдама. Главное, екеуміз бірге болсақ болды емес па? Енді бірге болуын бола береміз ғой, бірақ қанша тырыссақ та, не істесек те, өміріміз алға емес, керісінше артқа қарай кетіп бара жатыр ма? Мен негізі ойлаймын да. Айтады ғой негізі, Құдай өзінің сүйген құлдарына сынақ көп береді дейді да. Біз сол Құдайдың бір сүйген құлдарымыз шығар деп ойлаймын негізі. Мен де Құдайдан тілеймін сол. Кейін болашақта бай бол, бала шағамыз көп бол, бір бақытты, тату-тәтті отбасы болып өмір сүрсек деп. Уайымдама. Біз әлі Құдай қаласа, бай боламыз. Күшті машина аламыз. Күшті, дәу, үлкен үй соған. Соның алдына, осындай, газон бар ғой, газон. Осындай төсеп қоямын. Сөйтеміз да, соның үстінде екеуміз кешкі ас ішеміз. Жанымызда балаларымыз ойнап жүреді. Бір ротвейлер ит бар ғой. Сондай ақ қоям, балалармен ойнап жүреді. Үйдің сәнін келтіріп ше. Не о? Иттің пародасы ғой, ротвейлер. Тамақ ішіп боламыз екеуміз, сөйтеміз да үйге барып, үйге кіріп ше, күшті бір кино көреміз. Сөйтеміз да тәтті ұйқыға кетеміз. Қандай кино көреміз? Бір тауып қожуым ба, бірдеңе көреміз да. Жоқ, ана кино бар еді ғой, ыстық ұя деген ше, давай соны көрейік. В общем, тек ескі кинолар көреміз ғой, Вот соны көреміз онда. Жат, ұйықта. Ертең азында ерте тұрмын. Әлі есімде сағынымды оңай, құшақтата алмаймын өкінішке орай. Енді ештеңе де бұрынғыдай болмайды.